Құрметті қазақ елі, бүгінгі келіп қойған Ораза айт мерекесі құтты болсын. 18 наурызда қоғамдық белсенді Санжар Боқаевтың ұсталғаны белгілі болды. Бас прокуратура оған жалған ақпарат таратты, аса ірі мөлшерде ақша жымқырды, қоғамда теріс пікір қалыптастыру үшін видеолар жариялады деген айып таққан. Боқаев жалған ақпарат тарату және қоғамда теріс пікір қалыптастыру мақсатында әлеуметтік желілерде жекелеген тұлғалардың қоғамдық саябақ аумағында ағаштарды заңсыз кесуі және құрылыс нысандарынан мүлік ұрлауы туралы бейнематериалды орналастырды деген күдікке ілінді. Тергеу деректеріне сәйкес Боқаев аталған қылмыстарды ұйымдастырып қаржыландырған. Санжар Боқаев кейінгі жылдары желіде жемқорлық пен заңсыздықты әшкерелейтін видеолар көптеп жариялады. Ол Алматыдағы Бауым тоғайында мыңдаған ағаш кесілгенін көрсеткен. Үлкен Алматы өзені бойындағы гранит тастарды әлдекімдер жеке пайдасы үшін әкеткенін әшкерелеген. Толықтай ақпаратты Telegram арнамыздан аласыз.